сіздермен өтетін тақырыбымыз косая бейка лентасын қалай жасау керек. Негізінде бізде косая бейка ленталары дайында сатылады, яғни сіз мата сататын жерлерден сұрап көрсеңіз, өзіңізге қажетті кез келген метраждағы косая бейка ленталарын ала аласыз. Бірақ кейбір жағдайларда, егер мына сияқты ашық түсті киімдерді тігетін болсаңыз, өзіңіздің қалауыңыздағы түстегі косая бейка ленталарын таба алмауыңыз мүмкін. Сол себепті өзіңізге мысалға 2 метр мата керек болатын болса, қасына 50 сантиметр мата қосып, соның көмегімен өзіңізге лента жасай аласыз. Негізі мынандай кішкентай матаның өзінен де көп лента жасап алуыңызға болады. Бұрынғы кезде бізде инемен косая бейка ленталарын жасаған болса, яғни үтіктеу барысында, қазір мына сияқты қосымша инструменттер бар. Бұндай инструменттердің де өзінің өлшемдері әртүрлі, яғни сіз өзіңізге қажетті кез келген объемдағы, ұзындықтағы және ені бойынша кез келген объемдағы ленталарды жасай аласыз. Қазір мен сіздерге оны қалай қию керек және де қалай дайындау керек, соны көрсететін боламын. Мысалға, мен сіздерге матаны қияр кезде айтқанмын. Пішу барысында біз долевой сызыққа, яғни негізгі сызыққа мән береміз. Нитутқа, яғни көлденең жатқан сызықпен қиятын болсақ, матамыз созылып кетеді деп. Сонымен қатар бізде көлбеу сызық болған. Осы косая бейка лентасын біз сол көлбеу сызықтың арқасында қиып пішіп дайындайтын боламыз. Өйткені бізде киімнің формасы әртүрлі болады. Соған байланысты мына лентаңыз сіздің тік тұрып қалмау керек. Кез келген ойыққа байланысты формасын қабылдай алу үшін көлбеу пішетін боламыз. Және де бұндай ленталарды жасаудың жақсы бір жолы, егер сіз үйден тігіп отырған ханым болсаңыз, бұл жерде бізде оверлоктың орнына осы лентамен тігуге болады. Матаңыз сөгіліп кетпеу үшін шеттерін обработка жасайсыз. Және де осындай лентамен тіккен тігістің түрі бізде люкс качествоға жатады. Яғни оверлок бізде массовка дейміз ғой, көп партиядағы киімдерді тігетін болса, косая бейкамен тігілетін киімдер бізде сапалы киімдердің қатарына жатады. Енді біз қалай пішеміз? Біз кез келген матамыздың қиқымын өзімізге алып аламыз. Мендегі мысалға қазіргі дайындайтын формат готовый форматта 1 сантиметр болу керек, яғни бір жақ шетіңізде 1 сантиметр. Сол себепті мына жақ ені менде 4 сантиметр шығу керек. Неге 4 сантиметр? Қазір үтіктеу барысында сіздерге көрсетемін. Енді біз қиғашынан қазір кез келген белгіні жасап аламыз. 90 градуста екеніне көз жеткізіп алуыңыз керек. Және де өзіміздің сызып алған нүктеден маған мысалға 4 сантиметр керек, мен 4 сантиметр белгілеп аламын. Және осы 4 сантиметрімді қиып аламын. Тура осылай тағы да 4 сантиметр, мысалға мына жақтан да сызып алуға болады. Одан кейін қайшымен қазір біз өзіме қажетті лентаны қиып аламын. Жаңа сіздерге айттым, осындай кішкентай матаның өзінен бірнеше метр косая бейка лентасын жасауға болады деп. Оны қалай жасаймыз? Мысалға, сіз екі лентаны осылайна қиып аласыз. Қиып алған лентаңыздың, мысалға, мына шеті мен мына шетін бір-біріне машинкада біріктіріп тігіп алсаңыз болады. Соның көмегімен сізде лента ұзара береді. Ары қаратай бұны біз жәнегі көрсеткен инструментке орнатамыз. Матаңыз тұтқыр болып бір жақ шетінен өтпейтін болса, бізде иненің көмегімен өткізуге болады. Ал менде міне сразу өтіп кетті. Кейбір форматтарда бұл матаға байланысты өтпей қалуы мүмкін. Ондай жағдайда бір шетіне инені кіргізіп жіберіп, соның арқасында шығарып алсаңыз болады. Енді осы дайындап алған форматта үтікке барып үтіктейміз, сонымен бізде лента дайын. Біз жәнегі инструментке кіргізіп алған басымызды арқата үтікпен басып шығамыз. Ол үшін парогенератордың бір шетін лентамызға басып аламыз да парын береміз. Арғатай бұны жылжытып отырасыз. Парыңызды бересіз, жылжытасыз, пар бересіз. Инструментіңіз өзі арғатай екіге бүктеп сөреп отырады. Сіз соның артынан пармен жүргізсеңіз болғаны. Міне менде екі шеті ішке қайырылып бүтіктелінді. Енді матаға тіккен кезде мына қайырылған жерден тігіс жасаймын. Және де
мынаны қайыра отыра екінші тігісті беремін. Соның арқасында менде матаның өзінің екі шеті және де сіздің киіміңіздің деталі барлығы осы екі шеттіктің ішінде қалып қояды. Осындай лентаны біз косая бейка лентасы деп атаймыз.